төрінде ұйымдастырылып отырған байрақты бәсеке алқалы дода. Аударыспақтан 3-ші Азия чемпионатының ашылу салтанатына қош келдіңіздер дейміз. Астана қаласының 20 жылдығы құтты болсын. Ұлттық спортымыз жасай берсін. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қазақстан Республикасы ұлттық спорт қауымдастығының құрметті президенті генерал-майор Қайрат Сатыбалдыұлы, ЮНЕСКО дәстүрлі спорттар мен ойындар комитетінің төрағасы доктор Халил Ахметхан, Қазақстан Республикасы энергетика министрі, халықаралық қазақ күрес федерациясының президенті Қанат Бозымбаев, ЮНЕСКО дәстүрлі спорттар мен ойындар комитетінің хатшысы Рана Шамми, ЮНЕСКО дәстүрлі спорттар мен ойындар комитетінің үйлестірушісі Марселин Делли және Қазақстан Республикасы ұлттық спорт қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан. Аса қадірлі, құрметті Қайрат Сатыбалдыұлы, теңге алудан 2-ші, аударыспақтан 3-ші Азия чемпионатының салтанатты шеруі дайын. Баянат жасаушы жарыстың бас төрешісі Нұрдәулет Нәбиұлы. Ардақтаған алғашқы сөз Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлына беріледі. Қош келдіңіздер, құрметті спортсүйер қауым. Әрине, бүгінгі өтіп жатқан шара біздің әсем елордамыз Астана қаласының 20 жылдығының мереке тойының аясында өтіп жатыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы әр кезде спорттың дамуына, әсіресе ұлттық спорттың дамуына ерекше көңіл аударатында біз мақтанышпен айтамыз. Бүгінгі шараны өткізуге негіз болып отырған халықаралық ұлттар ұйымының басшысы Қайрат Сатыбалдыұлына, Бекболат Тілеухан мырзаға, сонымен қатар халықаралық қазақ күресі федерациясының басшысы Қанат Алдабергеновке, бүгінгі біздің мәртебелі қонақтарымыз ЮНЕСКО-ның өкілдеріне мыңда бір алғысымызды айтамыз. Қазақстан жасасын, Қазақстан ұлттық спорт дәстүрлері жасасын. Көп рахмет. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Ардақтаған келесі сөз Қазақстан Республикасы ұлттық спорт қауымдастығының құрметті президенті Қайрат Сатыбалдыұлына беріледі. Құрметті отандастар, бауырлар, чемпионат, аударыспақ чемпионат Азиясы құтты болсын, қош келдіңіздер айтқым келеді. 9 мемлекеттен 11 команда спортсмендерге жеңіс тілеймін. Кеше ғана осы жерге жиналысы біздің жарысқа келген ЮНЕСКО басшыларымен 2021 жылы Қазақстанның 30 жылдығына байланысты этноолимпиаданы Астанада өткіземіз деп меморандумға қол қойдық. Ол да еліміздің абыройын көтеретін үлкен жетістік. Сол себептен жақсылықта бас қосып, қазағымыз, Қазақстанымыз жасай берсін. Мына бүгінгі чемпионатты ашық деп жариялаймын. Көп рахмет, ерекше алғыс білдіреміз. Ардақтаған ал келесі сөз Қазақстан Республикасы энергетика министрі, халықаралық қазақ күрес федерациясының президенті Қанат Бозымбаев мырзаға беріледі. Құрметті Қайрат Сатыбалдыұлы, құрметті осы ұлттық спорттың жанкүйерлері, жанашырлар, шын жүректен бүгін осы керемет жарыстармен сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Біз бар күш-жігерімізді салып, осындай біздің халқымыздың спорт түрлерін дамытамыз деп бүгін уәде бере аламыз. Болашақта осы спорт түрлері жаңа деңгейде көретін боламыз. Қазақстан жасасын, елбасымыз жасасын. Namısan, gergegen, fazla
Ал ардақты әлеумет, дәстүрімізді дәріптеп, салтымызды әспеттеуге бағытталған кезекті Азия чемпионатының салтанатпен ашылуы баршамызға құтты болсын деп тілек айтамыз. Әлемет, ассаламағалейкум. Қазспорт телеарнасының эфирінде аударыспақтан 3-ші Азия чемпионаты. Біз өздеріңізге кеше ғана уәде еткендей, міне дәл қазір назарларыңызға аталмыш біріншілікті ұсынып отырмыз және ашылу салтанатын тамашаладыңыздар. Бұл жерде Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, Қазақстан ұлттық спорт қауымдастығының құрметті президенті Қайрат Сатыбалдыұлы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық қазақ күрес федерациясының президенті Қанат Бозымбаев мырзалардың құттықтау сөзін тыңдадыңыздар және амандық болса алдағы уақытта үлкен жобалардың да жүзеге асатынын атап өтті. Сонымен осындай бір қуанышта біз чемпионатты бастаймыз және бізде қазір ең жеңіл салмақ дәрежесі бойынша жарыс өрбейтінін ескертейік. Жалпы аударыспақтан Азия чемпионаты биыл 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Ең әуелі 2014 жылы Астана қаласында ұйымдастырылған болатын. Ол кезде тек 3 салмақ бойынша өрбіген, 70, 80 және 90 келіде, сондай-ақ абсолюттік салмақта. Ал түйе палуандар ол айтпаса түстік жағдай. Одан 2016 жылы Қытай Халық Республикасында өтті аударыспақтан Азия чемпионаты және ол чемпионатта Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте бірінші орын алды және 5 салмақ дәрежесінде өрбіген айта кетейік. Міне қазір түркиялық және қырғызстандық аударыспақ шеберлерінің арасындағы бәсеке. Міне ерден қазір ерден құлағаннан кейін, ерден көтерілгеннен кейін бұл жерде автомат түрде өздеріңіз жақсы білесіздер, таза жеңіс берілетінін. Бүгін Ақыл Сағанбековтың алғашқы жеңісімен басталды көрсетілім және дәл қазір осы аударыспақтан ұйымдастырылған 3-ші Азия чемпионатын өздеріңізбен бірге тамашалап бастадық. Және бүгінгі бәсекенің комментаторлары әдеттегідей Қайырхан Мәулен және бүгін менің әріптесім болатын әрі өздеріңізге өте көп пайдалы ақпараттармен бөлісетін Қазақстан Республикасының ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры Рахат Жақсыбай мырза. Рахат мырза, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Енді дәл осы чемпионат төңірегінде бірден әңгімемізді бастайық. Жалпы аударыспақтан ұйымдастырылған чемпионатқа қанша мемлекеттен өкілдері келді, қандай спортшылар келді және қандай талаптармен шақыртылды, осы жөнінде біздің жанкүйерлеріміз хабардар болса. Енді бұл жаңа өзіңіз атағандай Қайырхан 3-ші Азия чемпионаты осы аударыспақ спортынан өтіп жатқан. Бұл сынға міне өздеріңізде көріп отырсыздар. Түркияның, Қырғызстанның, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстанның, Түркияның, Монғолияның балуандары қатысып жатыр. 9 елдің спортшылары. 9 елдің. Әрбір мемлекеттен бір ғана балуан қатысады. 5 салмақ дәрежесінде. Әр салмақ бойынша бір-бір балуаннан қатысады және абсолютті салмақта кімнің жаңағы қалауы болады, солар қатыстырылады. Міне дәл қазір қадірлі телекөрермен Карас Селчук Түркия елінің өкілі көк аттың ерінен ауып түскенін көрдіңіздер және Сағанбеков Ақыл қырғызстандық өкіл бірінші айналымда осылайша жеңіске жетіп отыр және Сағанбековтың келесі қарсыласы қазақстандық Ақтөбе облысының өкілі Азамат Серғазин болуға тиісті. Қадірлі телекөрермен біз Сағанбеков Ақылды осы жеңіл салмақта бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарында аударыспақтан жеңімпаз ретінде танимыз. Сондай-ақ өз елінің бірнеше дүркін чемпионы екенінде айта кеткеніміз жөн. Ал енді аударыспақ қазір таңда осы Қырғызстан, Қазақстан сынды мемлекеттерде өте мықты дамыған, әрине басқа мемлекеттермен салыстырғанда. Енді осы біздің ұлттық спортымызды амандық болса алдағы уақытта үлкен халықаралық деңгейге жету үшін біраз жұмыстар атқарылып жатқанын білеміз. Соның басын ашып, Рахат мырза, өзіңіз айтып өтсеңіз, осы бір аптадан бері бүкіл ұлттық спорттың жанкүйерлері үшін ұлттық спорттың төңірегінде қуаныш, бұл ЮНЕСКО өкілдерінің елімізге келуі және бір үлкен жобаның
қолға алынып жатқан. Бұл сүйінші хабар десек те болатын шығар жалпы. Әрине осылай айтсақ та болады. Себебі осы өздеріңіз кеше куә болған Қазспорт арнасынан куә болған теңге чемпионаты бар. Бүгін өтіп жатқан аударыспақ чемпионаты бар. Осы чемпионаттарды арнайы тамашалау үшін ЮНЕСКО-ның өкілдері келді. Бұл жоғары мәртебелі қонақтардың мақсаты Қазақстандағы ұлттық спорттың бір дамуы, көрінісі қандай екен, соны бір көріп, өз көздерімен көріп, кейін бір бағаларын беретін бір сондай жоспармен келген. Және ең маңыздысы осы сапардағы ЮНЕСКО-ның өкілдері мен біздің мәдениет және спорт министрлігі және ұлттық спорт қауымдастығының арасында ниеттестік хаты деп аталады. Ниеттестік меморандумына қол қойылды. Ол меморандумдағы ниеттестік хатындағы ең маңызды бір пункттың бірі, ол мына ЮНЕСКО-да бір жоба бар. Әлемдегі дәстүрлі спорт түрлерінен бір этноспорт ойындары дейтін шараны өткізу. Осы шараның алғашқы таңдау құқығы дейміз бе, әлде бірінші байқау құқығы Қазақстанға беріліп отыр. Яғни бәрі дұрыс болса, 2021 жылы Қазақстанда бірінші бүкіл әлемдік этноспорт ойындары өтуі бек мүмкін. Бұл өте тамаша жаңалық. Әрине біз әуелі құттықтағымыз келеді мұндай үлкен жаңалықпен бүкіл жанкүйерлерді. Және жаңа сөз басында айтқандай, расында сүйінші хабарымыз осы негізінен. Иә. Мына бүгінгі енді өтіп жатқан аударыспақтың чемпионатта осы былайша алып қалған кезде осындай 3-ші рет өтуі сол бір үлкен шараның бір дайындығы сияқты болған дүние ғой. Иә. Осы уақытқа дейін біз біріншісін өткіздік, екіншісін Қытай Халық Республикасында өтті. Енді біздің ұлттық спортты миллиардтаған халқы бар Қытай халқында өткізуіміздің өзі бір, Қытай елінде өткізуіміздің өзі бір ұлттық спорттың бір, біздің ұлттық спорттың кеңге таралуының бір көрінісі ғой. Енді осы бір масштабты одан әрі кеңейтіп, ЮНЕСКО-ның мүше елдерінің арасында дамытуға, танытуға тырысып жатқан жайымыз бар. Енді Қазақстан мұндай үлкен жобаны жарысты өткізуге толықтай мүмкіндігі бар деп ойлаймыз. Өйткені 2013 жылы көкпардан тұңғыш рет Азия чемпионаты өтті. 2014-те аударыспақ, 2015-те теңгелу, одан қала берді 2016-та тағы да аударыспақтың Азия чемпионаты. Былтырғы жылы алтын жебе жамбатудан халықаралық турнир өтті. Оған да 12 мемлекет қатысты мәселен. Аударыспақтан халықаралық турнир өтті. Биыл мінекей 2 Азия чемпионаты қатар өтіп жатыр. Сондай-ақ тіпті биыл көкпардан Азия чемпионатын Түркия мемлекетінде өткізуде жоспарда бар секілді. Осының өзі бір үлкен жетістік сияқты қазақтың ұлттық спортына. Иә, дұрыс айтасыз. Мына ұлттық спорттың дамуы негізінен 2 бағытта жүруі тиіс. Біздің құрметті президентіміз Қайрат Сатыбалдыұлы, осы қауымдастықтың құрметті президенті Қайрат Сатыбалдыұлының алға қойған 2 мақсаты бар. Біріншісі ол ұлттық спорттың бұқараға жақын болуы, яғни бұқаралық сипатқа көбірек ие болуы. Бұл енді мына жергілікті аймақтық және республикалық жарыстардың көбеюімен, сосын мына әртүрлі топтар бар, мектеп оқушылары бар, студенттері бар, басқасы бар. Солардың ортасында бір ұлттық спорт насихаттаумен болады. Екіншісі мына қазір өтіп жатқан аударыспақтан 3-ші Азия чемпионаты сияқты халықаралық жарыстар. Яғни тек қана өз қазанымызды қайнай бермей, бір басқа мемлекеттің палуандарымен де бірге бақ сынасып, тәжірибе алмасып, олардың да мүмкіндіктерін көріп. Және бұл енді қазақтың ұлттық ойыны аударыспақ деп атаймыз. Қандай керемет, мысалы өзбектер ойнап жатыр, Өзбекстанның азаматтары, Тәжікстанның азаматтары, Ауғанстанның спортшылары, Монғолияның спортшылары, Қытайдың, Ресейдің спортшылары деген сияқты бір қараған кезде 9 мемлекеттің қатысуы бір аз ғана сияқты болып көрінгенмен, өз жалпы Азия чемпионатын өткізудің талабында 8 ел кем қатысуы тиіс. Біз бұл межені орындап отырмыз. Екіншіден, осылай біз үлкен бір жаңағы бәлкім келесі жылы 10-12 елі қатысар, одан кейін 15-18 елі қатысар деген сияқты бір насихатына. Міне қазір көп белбеудегі Ресей азаматы Ерсін Жүйебаевтың таза жеңіске жеткенін көрдіңіздер. Ерсін Жүйебаев, қадірлі телекөрермен, естеріңізде болса, былтырда аударыспақтан халықаралық турнирге келіп қатысқан, дәл осы Қазан Ата атшабарында жеңіл салмақта шатаспасам 1/4 финалдан кейін жарыспен қош айтысқан болатын Ерсін Жүйебаев. Ал дәл қазір жартылай финалға жолдама алып отыр. Бұл салмақта жалпы енді Ерсін Жүйебаев, Матей Базарбай есімді палуан бар, Монғолиядан келген. Биыл алғаш рет көруіміз бұл палуанда. Сол палуанның қазір жартылай финалда бақ сынайды. Оған дейін біз қырғызстандық жаңа ғана жеңіске жеткен Ақыл Сағанбеков пен өз еліміздің азаматы Азамат Серғазиннің арасындағы жекпе-жекті
тамашалаймыз. Жалпы бұл чемпионатқа басқа мемлекеттерді шақырту қалай болды негізінде? Ең бір қиын мәселе ол өзге мемлекеттердің қызығушылығын арттыру секілді. Жаңа өзіңіз атаған 60 кг салмақтағы Азамат Серғазин бұл Қазақстан чемпионатының жеңімпазы негізінде. Бұл жігіттен күтетін үмітіміз зор. Енді басқа елдің спортшыларын шақыру осы уақытқа дейін қалыптасқан жүйе бар. Яғни біздің қауымдастықпен басқа елдердегі федерациялармен өзара байланыс. Осы байланыстардың негізінде келіп жатыр. Ол өз елдеріндегі федерациялардың спортшылары. Біз осы жағына мән бердік және міндетті түрде жаңағы өз елдерінің атынан жарыстарға барып жүрген осындай спортшылар шақырдық. Және енді аударыспақты біз қазақтың ұлттық ойыны деп атағанмен әлемде хорсбак рестлинг дейді, ат үстінде күрес дейтін ұғым бар. Бұл спорт мысалы Испанияда, Орта Азия елдерінде ералыш деп атайды. Сол сияқты бір ережесі, формасы, атта отыру немесе бір қағидалар өзгеше болуы мүмкін, бірақ жалпы қағидасы ат үстінде күрес. Сондықтан мына болашақта біз қазір 9 ел деп отырмыз, 11 ел деп отырмыз. Алдағы уақытта тек қана Азияның шеңберінде емес, мысалы Еуропаның елдерін, бәлкім Латын Америкасы елдерінде осы алаңнан көріп қаламыз әбден. Өте тамаша. Алаңға оралайық, қадірлі телегөрермен. Азамат Серғазин және Ақыл Сағанбековтың арасындағы жекпе-жек 60 келі салмақ дәрежесіндегі және жарты минуттың ішінде әзірге Серғазин Азамат бір ғана ұпайды еншіледі. Жаңа Рахат Жақсыбай мырза да атап өтті, бұл палуанның біздің еліміздегі Қазақстан Республикасының чемпионы екенін және ересектер арасында қадірлі телегөрермен олай дейтініміз біздің елімізде ғана көп мемлекеттермен салыстырғанда осы жастар, жасөспірімдер және ересектер болып 3 категорияда олимпиадалық спорт түрлері секілді ұлттық спортта дәл осылай дамып келе жатыр. Көп мемлекеттерде тек ересектер арасында ғана командалар бар екенін атап өткен жөн. Міне дәл қазір бұл жерде жоқ. Азамат Серғазин қазір аттан сырғып түскен десек те ортадағы төреші Жанбатыр Бекмұсаев ұлттық спорттан жалпы аударыспақтың халықаралық дәрежедегі төреші бұл жерде ысқырықтан кейін жасалған әдіс деп шешті. Біріншіден, екіншіден Азамат Серғазиннің яғни рұқсат етілмеген әдіспен қолын қайыру арқылы жұлып кеткенін осы жерде жалпы алға қойып бұл жекпе-жекті тоқтатты да қайтадан бастауға мәжбүр болды. Енді бірде-бір есебімен тең тұр дәл қазір. Екеуі де дәл қазір қадірлі телегөрермен өздеріңіз байқасаңыздар белдікке жете алмай жатыр. Жалпы аударыспақта тек қана балуандар ғана емес, аттың да сыны айрықша маңызды. Себебі мұнда күрестен, міне өздеріңіз көргендей, ат та көмектесе алады. Ат та өзінің жәрдем бере алады. Үстіндегі палуанның жеңіске жетуіне. Міне қызыл жабумен келген Азамат Серғазиннің астындағы торы қазір расымен де егесіне жеңісті алып келгенін көрдіңіздер. Қазір қайталап көріністен де анықтап нақтылап айтамыз. Бұл жерде қарсыласының белбеуіне жеткен кезде атты кішкене бауырынан киініп жүргізіп барып жұлып өткенін көрдік. Осылайша енді Азамат Серғазин расымен де өзіңіз жаңа айтқандай үміттеріңізді ақтап отыр әзірге. Ақтық бәсекеге жолдама алды. Енді оның Азаматтың финалдағы қарсыласы ол Ерсін Жүйебаев немесе Матей Базарбай болуы мүмкін. Қазір режиссерлар біздің назарымызға қайталап көріністі ұсынуға тиісті. Азамат Серғазин. Жаңа төрешілердің жарысты тоқтатып қайта жалғастырып есептемегені. Жалпы аударыспақта өзі бір ережелер бар. Жұлып қашу, салып қалу деген сияқты бір дүниелерге жол бермеуі тиіс. Тиісінше аттың да бір дүниесін айттық қой. Ат көмектесе алады. Жақсылап үйлессе жігітпен үстіндегі ер азаматпен, спортшымен атты өзі бір үйлесім тапсағына жеңіс жақындай түседі. Жаңағына қайталап көріністі көрдік қой. Мәселен, Азамат Серғазин белбеуге жабысқан кезде атты жүргізіп жіберді. Соның нәтижесінде қарсыласын жұлып алып кетті. Енді Базарбай Матей мен Жүйебаев Ерсіннің арасындағы бәсекені тамашалаймыз. Бұл жерде ең қауіптісі қадірлі телегөрермен атты, яғни аттың басын қарама-қарсы салмау керек өзінің қарсыласына. Бұл ең қауіпті сәт болуы мүмкін.
бірақ енді ұлттық спорттың ішіндегі осы жарақаты ең төмен спорттардың бірі осы аударыспақ негізінен. Кеше мына ЮНЕСКО-ның өкілдері де келіп теңге илеуді алғаш рет көруіміз, мына аударыспақ дейтін спортты да алғаш білуіміз деп жатыр. Бір қараған кезде белгілі бір аймақтарда танылған, белгілі бір өңірлерде белгілі спорттың түрлері болады. Шын мәнінде басқа елдер үшін де қызықты болуы мүмкін да бұл. Тиісінше біз атап отырған 2021 жылы бірінші бүкіл әлемдік этноспорт ойындарын өткізетін бір дүниеге толыққанды қол жеткізсек, жаңа айтқаным сияқты осы алаңда Еуропаның да, Латын Америкасында, тіпті Африканың да палуандары жүруі әбден мүмкін. Ешқандай таңғалатын дейміз қазір таңда. Өткен жылы, мәселен, Америка құрама штаттарының көкпар құрамасы дәл осы Астананың желкесінде орналасқан Қазанат атшабарында көкпар тартты. Оны кім ойлаған кезінде, мәселен, америкалық ковбойлар келіп көкпар тартады деп. Сол секілді аударыспақ спорты да жамбату, теңге илеудің баршасы да алдағы уақытта сіз айтқандай барша ұлттың өкілдері тартып жатса, бүкіл дүние көз тіккен спорт түрі болатын болса, онда тұрған ештеңе жоқ. Және бұл арман қиял емес меніңше. Кәдімгі алға қойылған мақсат секілді. Өйткені қызық, ел көруге толықтай негіз бар. Оның үстіне, мысалы, қарап тұрсаңыз, ешқандай да экологиялық ештеңе зиян келтірмейді. Қазір таңда бүкіл әлемдік спорт қауымдастықтарының қоятын басты талаптар сол ғой. Экологияға қауіп төндірмеу керек басты. Міне осындай нәрсе. Оның үстіне бізде қазақта жағдай бүкіл әлемдік допинг дауына да түспейді. Дәл осы спортпен айналысатын болса, өзіміздің жаңағы қымыз шуат деген секілді, жылқының ет деген секілді өзіміздің жеке допингтеріміз бар деген сияқты. Сондықтан әбден мүмкін, ғажап емес, ешқандай да амандық болса, алдағы уақытта үлкен халықаралық деңгейге жетіп жатсақ. Қазақтың жалпы қай ұлттық спорт түрлерін алмасаңыз да, атпен көбінде тікелей байланысты болады. Біздің өзі ат болмаса ұлттық спортымыз былайша айтқан кезде жоққа тән ғой. Ат үстіндегі садақ ату, жамбы атуыңызды айтсаңыз да, аударыспағыңыз, теңге илеуіңізді айтсаңыз да, мына салт болған немесе фестиваль формасында қыз қууыңызды алсаңыз да, барлығы осы атпен байланысты. Тиісінше енді біздің спортымыз, біздің негізгі ұлттық спорттың бір бейнесі бұл атпен байланысты, тікелей байланысты. Жылқы тектес деп қазақ бекер айтпайды ғой. Соның нәтижесін осы қазір көріп отырмыз. Қазір көк белбеудегі моңғолиялық палуан бір ұпайды еншіледі. Қазір көріп отырсыздар, қадірлі телекөрермен, атпен үстіндегі палуанның үйлесімсіздігі дәл осы бір жекпе-жекте көрініс тауып жатқандай. Өйткені екі палуан да көп жаттықпаған, бұл аттармен көп күреске шықпаған. Соның нәтижесінде аттар бір-біріне қарама-қарсы салынып кетіп отыр. Одан қала берді жақындамайды. Құдды бір қамшы көтеріп жүрген секілді де аттардың баршасына. Осындай бір жағдайлар орын алып жатыр. Ал аты үйренген жігіттерді қарасаңыздар, бірден келіп кәдімгі өздерінің бағыттарында позицияларын тұра қалады. Мұнда енді ұлттық спорттың бір ерекшелігі бар. Жаңа атағанымызда енді тікелей атпен байланысты болғандықтан, аттың тасымалы бар, аттың келуі бар, сондықтан ол қиындықтар туғызғаннан кейін жергілікті аттармен жұмыс істейді. Бәлкім кей тұстарда жаңағы жаттығып немесе атпен үйренісіп жаңағы бейімделіп үлгермей жатқанда болуы мүмкін. Осының бір нәтижесі кейде жарыс барысында көрініп қалып жатады. Жалпы аударыспақ дейтін спорт түрі кеңес үкіметі уақытында да бүкіл одақтық жарыстар болып тұрған екен негізінде. Ол уақытта 3 салмақ дәрежесі бойынша жеңіл, орта және ауыр салмақ деп жалғасқан. Кейін мына енді бір салмақтық әділеттіліктерді орнату үшін соңғы ережелер бойынша өзіңіз атаған сияқты 5 салмақ. Қазір негізгі ереже бойынша 5 салмақ. Мына осы 60 килограмм ең төменгі салмағы. Дұрыс айтасыз, расымен де. Енді ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан спорт түрі ғой. Кезінде ауыл арасындағы кәдімгі ойын болса, қазір таңда спортқа айналып келе жатыр. Елорданың желі мен жаңбырда аздап біздің қатысушыларға кішкене маза бермей жатқан біліп отырған шығарсыздар қадірлі. Бірақ шын тұлпарға тұсау жоқ. Сондықтан ешқашанда бұл жігіттер ештеңені сылтауратпай күреседі. Қазір белдесудің аяқталуына санаулы секундтар қалғанын біліп отырмыз. Және төрештің ысқырығы да шалынды. Негізгі уақыт аяқталды.
1-1. Және есеп 1-1. Мұндай жағдайда белдесуге кезек береді. Белдесуге берілетін уақытта 5 минут. Екі палуан да дәл қазақ күресіндегідей өз белбеулеріне, яғни қарсыласының белбеулеріне екі қолдап жабысу керек. Және жеңімпаз аттан шығып кеткен жағдайда, аттан құлаған жағдайда, болмаса белбеуден қолы шығып кеткен жағдайда анықталатын білесіздер. Енді құрметті Рахат мырза, мұндай турнирлерді өткізу бір адамның, екі адамның, болмаса бір-екі ұйымның ғана қолынан келмейтіні белгілі. Міне қазір алаңдағы жағдайды түсіндіре кетейік. Қадірлі телегөрермен, белбеуде өздеріңіз көрдіңіздер, өзінің күштілігімен моңғолиялық Матай Базарбай дәл осы жерде жеңіске жетті. Енді Матай Базарбай мен Азамат Серғазин ақтық бәсекеде жолығады. Ақыл Сағанбеков пен Ерсін Жүйебаев бұлар 3-ші орын үшін күреседі. Сонымен сөзімізді әрі қарай жалғастырайық әңгімемізді. Тек бір ұйым болмаса, бір ғана қауымдастық ұйымдастырмаған белгілі. Министрлік тарапынан да үлкен қолдаулар беріліп жатыр. Әкімшілік тарапынан одан бөлек орталықтар да бар деген секілді. Сондай-ақ жалпы осыны тарқат айтып беріңізші, қандай ұйымдар көмектесіп жатыр? Кімдердің қолдауымен өтіп жатқан шара? Жалпы соңғы бір ресми мәліметтер бойынша елімізде 300 мыңға жуық азамат осы ұлттық спортпен тұрақты түрде айналысады. Әртүрлі залдарда, әртүрлі мектептерде, орталықтарда деген сияқты. Сондықтан бұл жерде қандай да бір жарыс өткізсек те, қандай бір шара өткізсек те, мәдениет және спорт министрлігінің қолдауы және барлық жағынан қолдауы айқын білеміз, сезінеміз. Және мына жарыстың бас серіктесі болып келген Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры мен әлеуметтік серіктесіміз Самұрық Қазына Трас корпоративтік қорын атап өту керек. Себебі жүлде қоры болсын, осы шараның ұйымдастырылуы болсын, барлығы осы қордың көмегімен іске асып жатыр. Олар бұл үшін әрине біздің серіктестерімізге, мәдениет және спорт министрлігіне айрықша алғысымызды білдіреміз. Және сонымен қатар осы шара Астананың 20 жылдық мерейтойы аясында өтіп жатыр. Биыл біздің өзіміз таңдаған қазақтың тәуелсіздік жылдарында таңдалған Астанамыздың 20 жылдық мерейтойы. Осы көрермендерімізге қуаныш сыйлау үшін маусымашар жарысымыз осы болып отыр. Жаздың алғашқы күндері өзінің бір маусымашар ретінде басталған жарысымыз осы. Өте тамаша. Міне қазір қадірлі телегөрермен 60 келі салмақ дәрежесіндегі кіші финал. Ерсін Жүйебаев және Ақыл Сағанбековтың арасындағы белдесу. Осыдан жеңімпаз атанған палуан чемпионаттың қола жүлдегері атанып, бағалы сыйлыққа ие болады. Біз бағандан бері ұйымдастырушыларды неге сөз еттік? Өйткені қазақ айтады ғой, жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейтін халықпыз. Сондықтан біздің елімізге қазақ жерінде өтетін осындай чемпионаттарға басқа елдердің көп келуінің негізгі себебі сол біздегі жүлде қорының жоғары болуы. Мәселен, былтыр Жамбатудан турнир өтті ғой, алтын жебе атты. Сол алтын жебеде жеңіске жеткен румыниялық Михай Кузмиди есімді азамат болды. Сол кісімен бізде Қазспорт телеарнасын сұхбат жасаған кезде айтады, біз дәл осындай жүлде қоры болатынын білмей қалдық дейді. Егер осындай жүлде қоры болған кезде біз басқа жарыстарды қоя тұрып Қазақстанға келетін едік. Және алдағы уақытта дәл осылай ұйымдастырылғанын қалаймыз дейді. Расымен де біздегі жүлде қоры көп мемлекеттердің келуіне себепкер болып отыр қазіргі таңда. Сондықтан нақты тоқталайықшы, қай орындарға қандай жүлделер беріледі? Көп ретте мына жарысқа келудің үлкен бір мотивациясы, мысалы олимпиадалық ойындарда ол жаңағы чемпиондық атақ, бір күміс жүлде, алтын жүлде деген сияқты. Чемпионаттарда да осылай. Және екінші бір үлкен мотивация ол мына жүлде қоры. Осы кеше өткен теңгелуден чемпионат және мына бүгінгі өтіп жатқан сіздер құрметті көрермендер көріп отырған аударыспақтан Азия чемпионатының екі чемпионаттың біріккен жүлдесі бұл 14 миллион теңге. Жалпы жүлде қоры. Жалпы жүлде қоры 14 миллион теңге. Оның ішінде енді теңгелуден жаңа 3 орнымыз бар. Кеше өткен өздеріңіз байқадыңыздар, көрдіңіздер. Енді бүгінгі мына 5 салмақ бойынша әрқайсысына жеке-жеке өзінің сыйлықтары бар. 1 миллионнан бас жүлде, яғни бірінші орындар үшін 1 миллион теңгеден және осы жарыстың соңында өтетін абсолютті чемпионға берілетін сыйлық 2 миллион теңгеден тұрады. Қазір үшінші орын алған палуан 500 мың теңгеге иелік етеді. Егер бұл жерде Сағанбеков қырғыз азаматы жеңіске жететін болса, шамамен өздерінің сомдарымен 100 мың сомдай болады. Қырғызстанда 100 мың сомға аударыспақтың ең мықты дейтін екі жақсы атын алуға мүмкіндік бар негізінен былай қарап тұрсаңыз. Сондықтан бұл жерде
үлкен жетістікке жетіп қайтады деп келсе де болады. Міне қазір айтып ауыз жиғанша бәсекенің бел ортасына да таядық, және қазір Ақыл Сағанбеков таза жеңіске жетті. Өте тамаша жеңіс. Және тағы бір ерекшелігі, қадірлі телегөрермен, көп мемлекеттерде осы аударыспақтың ережесі бойынша ерден ұстауға мүмкіндік беріледі. Ал біздің ережеде ғана осындай қатаң дүние қолданған, аттың ерінен ұстау болмайды, жалынан ұстау болмайды, және мойынға жабысып кетуге болмайды. Міне соның нәтижесінде қазір таза жеңіске жетіп отыр Сағанбеков Ақыл. Ал егер ерден ұстайтындай жағдай болатын болса, онда міндет түрде соңына дейін жалғасады. Жекпе-жек және ұпай санымен ғана жеңімпазды анықтайтын еді. Осының нәтижесінде, қадірлі телегөрермен, осы аударыспақ спортының былайша айтқанда көрген көзге қызығы артып отыр. Міне дәл осы жерде жаңа сіздің сөзіңіздің дәлелі аттың күші. Аттың сауырына қамшыны басты, қарсыласты өзінің аттан жұлып алды. Өте керемет. Сонымен енді біз Ақыл Сағанбековті дәл осы Азия чемпионатынан алған қола жүлдесімен құттықтаймыз. Сіздердің назарларыңызда дәл қазір Жанбатыр Бекмұсаев, Қазақстан Республикасының жастар құрамасының бапкері, аударыспақ спортынан, осы аударыспақтан 2 дүркін Азия чемпионы болған, абсолюттік чемпион болған Сырым Ізбасаров, Біржан Қосалиев сияқты жігіттерді шығарған бапкер Жанбатыр Бекмұсаев не қазір ортада төрелік қызметін атқарып отыр. Сонымен ақтық бәсеке 60 келі салмақ дәрежесінде ең мықты деп танылған қос палуан аударыспақ алаңының төрінде, ол Қазақстан Республикасының палуаны Азамат Серғазин Ақтөбе облысынан келген, және оның қарсыласы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағынан келген Матей Базарбай. Негізінен осы Азамат Серғазиннің бапкері, жетекшісі десек болады, Бақтияр Төлеуов мырза, ал Матей Базарбайды жетекшілік етіп, бапкерлік танытып, осы жарысқа жіберіп отырған ол осы Моңғолияның ұлттық спорт федерациясының президенті Ром Әуезхан мырза екенде айта кеткеніміз жөн. Егер кімде-кім жеңіске жететін болса, сол кісілердің еңбегінің жанғаны былайша айтқан кезде. Әрине, бұл жерде тек қана спортшының ғана еңбегі емес, сонымен бірге жаттықтырушысының да үлкен еңбегі бар. Оны да атап өтейік. Сондай қадірлі телегөрермен, біздің спортшылар қалай таңдалды дейтін де сұрақ туындайтын шығар. Осы ұлттық құраманың бас бапкері Қуанышбек Құрамаев мырзаның жетекшілігімен Тараз қаласында 1 айға жуық бұл жігіттердің баршасы оқу жаттығу жиынынан өтті. Және әрбір салмақта 2 жігіттен Қазақстан чемпионатынан таңдалып алынып, солардың арасында жарыс болып, соның нәтижесінде міне келіп отырған жігіттер бұлар. Бұл Қазақстан құрамасы осы жарысқа алдын ала тыңғылықты дайындалды. Өзіңіз атаған сияқты іріктеуден келген жігіттер. Тиісінше мына енді оқу жаттығу жиыны болған себепті оның міндетті түрде нәтижеге, спорттық жарысқа шығуына оң әсерін тигізетін сөзсіз. Енді Азамат Серғазин сол үмітті ақтайды деген ойдамыз. Міне қазір Азамат Серғазин 1 ұпаймен алда келіп жатыр. Көрерменде де жақсы қолдау білдіріп отыр. Екеуміздің ойымыз бір жерден шығып отыр. Азамат Серғазин қазір қарсыласының қолына жабысқан көріп отырсыздар. Бұлар енді Моңғолияда күнделікті тіршілік сол аттың үстінде өскен балалар ғой. Сондықтан ат құлағында ойнап қазір қай жағынан келсе де бірді еңкейіп, атты алаңнан шығармай ұстап жүр екеуі де. Алаңнан шығып кеткен себепті қазір ортада төреші Жанбатыр Бекмұсаев ысқырық шалуға мәжбүр болды. Қалған 2,5 минут. Міне қазір қолына жабысып үлгерді Азамат Серғазин. Аударыспақта ең қауіптісі қарымта шабуыл негізінен. Белдікке қанша жабысқанмен міне қазір қолын беріп қойды. Бірақ міне Матейдің өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Жүгенге қарсыласының қолын орап алды. Бұл жерде төрешінің тарапынан ескерту беріле ме екен?
қатаң ескерту жасалған жоқ, әрине тек ауызша ескертумен ғана шектелді. Азамат Серғазин көбінесе қолын беріп қойып жатыр қарсыласына. Атпен көп қоламай, қазір кішкене күту керек секілді қарсыласын. 1,5 минутқа жоқ уақыт қалды. Міне, ескерту тағы да көк белбеулі палуанға. Тиісінше Серғазин 2-0 есебімен алды. Жалпы Қазақстанда ғана емес, әлемде осы өздерінің ұлттық спорттарына дейтін бір үлкен қызығушылықтарды байқаймыз. Мына жанкүйерлердің қиқуына қарап жатқаным ғой. Бүкіл әлемде қазір ұлттық спорттарына бұрылып жатыр. Бұның себебі әр халық біздің ұлттық код деп жатырмыз ғой. Сол бір ұлттық кодқа оралудың бір формасы ұлттық спортты тану, ұлттық спортты білу. Дұрыс айтасыз. Осындай бір тенденция бар әлемде қазір. Өз ат десе делебесі озатын қалыппыз ғой. Соңғы жарты минуттай уақыт қана қалды дәл қазір. Белдесудің мәресіне жетуге, бірақ екі палуан да әлі бір-бірінің беліне жете алмай жүр. Егер уақыт дәл осылай өз мәресіне жететін болса, онда Азамат Серғазин тек ұпай санымен ғана мәтеге тәуекел ету керек болады енді. Иә, дұрыс айтасыз, мәтеге тәуекел ету керек. Сонымен әрине тактикалық тұрғыда дұрыс шығар Азамат Серғазиндікіне. Осындай бір уақыт! Азамат Серғазин өте салқынқанды күресіп шықты бұл жерде. Қазақстан құрамасының мүшесі Азамат Серғазин жеңіске жетті. Алғашқы алтын жүлдені алып келді қадірлі телекөрермен. Өте тамаша. Барша жанкүйерлерді біз осындай үлкен жеңіспен құттықтаймыз. Әрине, таза жеңіс болмағаннан кейін біз қазақ солай отырамыз ғой, кішкене. Таза жеңгенде болар еді, атынан жылып отырғанда болатын еді. Әкесін танытса екен деп отырамыз былай, қазақшылап айтқан кезде. Бірақ десек те осындай спорттың аты спорт. Небәрі 2 ұпай бұл кездесудің тағдырын шешіп кетті. Және біз Азамат Серғазинді дәл осы жеңіспен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл қазақ ұлттық спортының жеңісі, ұлттық құраманың жеңісі, Ақтөбе облысының жеңісі. Сондықтан осы жеңіске қатысы бар азаматтардың баршасына шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Және де мына Азаматтың ұпаймен жеңіп деп жатсыз ғой. Бұның өзі бір біздің лайықты қарсыластарымыздың пайда бола бастаған көрінісі. Өте дұрыс. Яғни өз ішімізде ғана бір дайындық, өз ішіміздегі жігіттер ғана дайын емес. Қазір әсіресе міне Орта Азия халықтары осы күресте бір жақсылап дайындалып келетін болып жүр. Моңғолияның спортшылары болсын, Өзбекстан, Қырғызстан. Міне дәл қазір қадірлі телекөрермен жаңа ғана жеңімпаз атанған Азамат Серғазиннің жерлесі Ақтөбелік Шыңғыс Ержанов Қазақстан намысын қорғауға қайта шықты. Және оның қарсыласы Нұрболат Тәліпбай, Қытайлық Халық Республикасы, Қытайдың Алтай өлкесінен келген палуан екенін айта кетейік. Бұл жігіттердің баршасын былтырда баптап Қазақстан Республикасында ұйымдастырылған аударыспақтан және көкпардан өткен халықаралық турнирлерде бақ сынаған еді бұл жігіттер. Міне көріп отырсыздар, қазір Шыңғыс Ержановтың астындағы сәйгүлігі торғасқа, бұл арнайы осы аударыспаққа дайындалған сәйгүліктің бір екенін айта кетейік. Ал Нұрболат Төлепбайдың астындағы көк айғыр кішкене қазір алаңнан қашып жүр. Яғни жекпе-жекке көбінесе көкпар ойында болсын, көп тұра бермейтін аттардың бірі деп ұйғаруға болады. Міне қазір Шыңғыс Ержанов өте тамаша. Қалай жол болды, өздеріңіз көрдіңіздер. Таза жеңіс. Жарайсың, Шыңғыс. Таза жеңіс. Шыңғысты жеңісімен құттықтаймыз. Бұл Шыңғыста Қазақстан Республикасының чемпионы. 70 келі салмақта. Және бір емес бірнеше рет жеңімпаз болған балуан. Сондай қадірлі телекөрермен Шыңғыс Ержанов қазір таңда Ақтөбе облысының жасөспірімдер құрамасын жаттықтырады. Тек өзі
палуан емес, сондай-ақ бапкер екенін де айта кеткеніміз жөн. Міне 70 келі салмақ дәрежесіндегі алғашқы белдесу осылайша біздің палуанымыздың пайдасына шешіліп отыр. Қырғыз елі өкілі Әзірет Бекболатұлы және Тәжікстан спортшысы Нұрмамаджа Мұсойев. Уақытынан бұрын таза жеңіске жетті. Бұл жерде расымен де Шыңғыстың байқасаңыздар, кәдімгі таза қара күштің емес, әдіс айланың жеңісі болғанын байқауға болады. Аударыспақтың бүгінгі таңда қолданыста жүрген негізінен бір 10 шақты әдісі бар, біздің бапкерлеріміздің айтуы бойынша. Бірақ десек те біздің жігіттер ол 10 әдістен де көп әдістерді қолдануға үнемі тырысады, және мүмкіндіктері де бар. Көбінесе осы белден тарту, қолдан тарту, үзеңгіден аяқ шығару, содан кейін ең қауіптісі осылардың ішіндегі. Қарсыласы атынан аударам деп шабуыл жасап отқан кезде қарымта шабуылды пайдаланады. Мәселен, көп мемлекеттерде аударыспақтың ережесі бойынша бірінші болып жерге кім түседі, сол жеңіліске ұшырайды. Ал біздің ереже бойынша ол әділетті деп ойлаймын. Екі палуан бір-бірімен айқасып қалған кезде және қарымта шабуылдың кезінде кім бірінші аттан құлайды, яғни аттан шығып кетеді, ерден соған жеңіліс беріледі. Ерден кім бұрын тұрады, ерден кім бұрын көтеріледі. Және сондай жағдайлар қазір көп орын алатын секілді. Өйткені көбінесе бізде егер өзіне қарап тартып жаңағыда шың сержант сияқты жұлып алатындай мүмкіндік болмаса қарсыласын, онда керісінше қарсы бағытқа итеріп аттан құлатуға тырысады. Сонымен Ауғанстан және Монғолия елінің өкілдері осы ретте мына осы Азия чемпионатына төрешілік ететін азаматтармен де таныстырып өтсек жөн болар. Бас төреші өзімізге белгілі, көкпардан белгілі Момынов Нұрдәулет мырза, Момынов мырза. Әулиеата көкпар клубының директоры, көкпардан 9 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы, Азия чемпионы. Дұрыс айтасыз, Жамбыл облысының өкілі осы Азия чемпионатында бас төрешілік қызмет атқарып отыр. Көмекшілері негізінен ортадағы төрешілер. Бізде Жанбатыр Бекмұсаевты айтуға болады, сондай-ақ Нұрлан Додайды айтуға болады ортадағы төрешілерден. Және қапталда бізде Бегарс Ғайнолла, Қанат Абылбеков, сондай-ақ Йылдыз Бадашевтарда атап өткеніміз жөн. Бұл азаматтардың баршасы да осы әмбебап жаттықтырушылар, әмбебап төрешілер негізінен ұлттық спорттың. Не қазір? Бұл әрине ешқандай да ұпай болып саналмауға тиісті. Мұсойев Бобороджанның тарапына. Тәжіктің тәжірибесі бар сияқты аударыспақтан. Қырғызда қалса емес. Бекболатұлы Әзірет қазір Қырғызстан Республикасының өкілі. Осы Мұсойев Бобороджапқа қарсы өнер көрсетіп жатыр. Амангелді Сейтхан ағамыз осы алаңда дәл қазір комментаторлық қызмет атқарып отыр ғой, және бір сөзінде құрметті телегөрермен сіздерді естіген шығарсыз, тәжіктің тәжірибесі бар секілді деп атап өтті. Амангелді ағамыздың сөзін дәлелдей кетейік. Өткен жылға аударыспақтан халықаралық турнирде осы Бобороджап қатысқан болады. Және Бобороджап Тәжікстан құрамасында шатаспасам 4-ші нөмірде көкпардан ұлттық құрамасында өнер көрсетеді. Яғни ең мықты белді шабуылға арналған дейді ғой, шабуылшы жігіттердің бірі. Ой, аттеген ай, қазір міне мақтап бітпей жатып Бобороджан белін беріп қойды. Осыны ары қарай жалғастыру керек қырғыз палуанына. Әзірет өзінің мықтылығын көрсетуге осы жерде мүмкіндік бар еді. Бірақ Бобороджап Мұсаевты өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Артқа қарап тұрса да ерден кеткен жоқ. Бірақ қазір енді расында да ешқандай әдіс емес, айлы емес бұл жерде. Бобороджаптың белі шыдаған жоқ, шынында да. Аттан жұлып алу деген осы шығар. Айғырдың қандай биік екенін көріп тұрсыздар ғой, қадірлі телегөрермен. Әзірет Бекболатұлының астында. Бір-біріне құрмет көрсетіп қолдарын алып жатыр. Осы балуан, осы патша. Әзірет Бекболатұлы осылайша Шыңғыс Ержановтың қарсыласы атанып отыр қазір қазақстандық палуан.
Шыңғыс өте тәжірибелі жігіттердің бірі, сондықтан әзіретке қарсы өте тактикалық тұрғыда жақсы өнер көрсетеді деген ойдамыз. Міне өздеріңіз көрдіңіздер ғой, бұл жерде Добороджап қарсыласын үзеңгіден аяғын шығарып аударып жіберуге тырысқан. Исхат Мұхаммад, Ауғанстан елінің өкілі, және оның қарсыласы Серік Жанарбек. Монголиялық Серік Жанарбек пен ауғанстандық Исхат Мұхаммад. Көрейік екі балуанның арасындағы жекпе-жекті. Шатаспасам, бұған дейін финалға шыққан Ауғанстанның өкілі болмаған осы аударыспақ спортынан. Қанша Азия чемпионаттары өтті, халықаралық турнирлер өтті. Сондықтан қазір енді Исхат Мұхаммадқа үлкен мүмкіндік бар. Өзде, қараңыздар, қадірлі телегөрмен өте тамаша өнер көрсетуде. Қазір негізі төреші, байқамай қалған шығар деп едік, бірақ байқаған екен. Мұхаммад Исхатқа 2 ұпай берілді. Оның негізі себебі қарсыласын аттан тартып бара жатқан кезде аттан мойнынан құшақтап қалды. Егер дәл сондай әдіс алаңның дәл ортасында жалғасып, бір 10 секундқа дейін тартып ұстап тұрған кезде, онда таза жеңісті беретін еді Ауғанстан. Міне, қараңыздар, өте шымыр күреседі Ауғанстанның өкілі. Өте тамаша, бірақ ат тұяғы қазір алаңның шеңбердің сызығынан асып кетті. Нәтижесінде белдесу тоқтатылды. Қай бір спорттың түрі болмасын, көп елдердің қатысуы осыған. Бұл бір жаңа сөзіміздің басыңызда айтқан сияқты насихаттың үлкен бір масштабқа шығарудың бір формасы ғой. Және ЮНЕСКО-ның өкілдері келіп отыр осы жарысты арнайы тамашалауға. Сонда біз атаған бірінші бүкіләлемдік этноспорт ойындар дейтін сайысты өткізген кезде, жобаны бұйырса өткізетін болсақ, бұл жерде 3 негізгі бір кезеңі болады. Яғни бір тобында ол кәдімгі спорттық жарыс өтеді. Оған енді шартты түрде алған кезде кем 20 ел қатысу керек. Мысалы, бір спорт айталық, аударыспақты сол тізімге қосаламыз ба, қосалмаймыз ба? Ол үшін бізге мысалы осы спорттың түрін кем дегенде 20 елдің ішінде тарату керек. Алдағы болатын бір жарыстарда халықаралық турнир жасаймыз ба? Сол бір межеге жету тиіс. Екіншісі бұл 3-4 ел қатысатын, яғни белгілі бір аймақтарда кеңінен тараған бір спорттың түрлері болады ғой. Оны фестиваль түрінде, көрсету формасында көрсетеді. Осы бірінші бүкіләлемдік этноспорт ойындарында. Және үшінші топ бар, ол әлемде жоқ ойындар. Осы бір белгілі бір халыққа ғана тән, белгілі бір ұлтқа ғана тән бір спорттық ойындар болса, оны бір көрме ретінде көрсететін осындай 3 бөлігі бар екен айта кетейін. Өте тамаша. Осы егер көкпар, аударыспақ, жамбат сынды спорттарда бірінші бөлікке қойсақ, одан кейін жаңағы біздің ұлттық ойынымыз болып саналатын қызғу бар, басқа да түрлерін екінші бөлікке қойсақ, қазақтың хан талапайы деген сияқты ойындар көрсетілім ретінде кетеді, үшінші топқа. Бұл жерде енді біздің ұлттық ойындардың жаңағы тізімге кіруге мүмкіндіктері зор. Өткен жаңа сөз арасында айттық қой, бізде бірнеше тәжірибе бар, халықаралық жарыстар өткізіп, кішкене кем дегенде 10 ел танып біліп қалды. Сондықтан осындай бір үмітіміз бар. Қазақтың ұлттық спорт түрлерін көбірек осы бірінші бүкіләлемдік этноспорт ойындарына қосуға. Бастысы осы ат үстіндегі ұлттық ойындар, Әрине. Олай дейтін себебіміз, мәселен, 9-құмалақтан қазір таңда әлем чемпионаттары өтеді. Және ол әлем чемпионаттарына ең кем дегенде 25 елдің өкілдері қатысып жатыр қазір таңда. Сондықтан бұл спорт өте әлемге танымал десек болады. Міне қазір Ауғанстанның өкілінің әдемі шабуылы, және бұл таза жеңіс, қадірлі көрермен, көрдіңіздер ғой. Мұхаммад Исхат бүгін өзі бір сенсация қойын деп отырған секілді осы бір алаңда. Монголиялық спортшыны, ішінде нәтиже белгілі болды. Монголиялық спортшыны дәл осылай атынан жұлып алу, расымен де бұл Исхатқа үлкен жетістік еді негізінен. Серік Жанарбектен де жарық өтетін болуы керек қой. Қазір қан қызу ма, дене қызу ма, жігіттер тоқтай алмай қалған секілді.
шетке кетті дегенше, шептен өтті десеңші. Екі палуанға да ескерту берілді. Жаңа біз ертерек шешім қабылдап тастаған сияқтымыз Рахат. Өйткені ортадағы төреші алаңның сыртында болған үшін жекпе-жекті әрі қарай жалғастырып жатқан. Міне, ақыры кетті ау. Бәрекелді таза жеңіс, міне. Ақыры кетті. Арасында 30 секунд, 40 секундтың ішінде. Біз 30 секунд қана ерте айтымыз. Дұрыс айтасыз. Жарты минуттың ішінде расымен Исхат өзінің мықты екенін көрсетті. Негізі қарсыластардың мықты болғаны біздің спортшыларға да жақсы да. Иә, даму болады. Даму болады, олардың да шыңдалуына әсер етеді. Келесі жарыстарға одан да мықтырақ дайындалады. Және мына жігіттердің басқа елден келген азамат спортшылардың қызығушылықпен қатысып жеңіске ұмтылуы олардың ізбасарларын да ізбасарларының шығуына мүмкіндік береді. Өз елдерінде Ауғанстанда болсын, Монғолияда, Тәжікстанда болсын, осы аударыспақты болсын, теңгелу болсын, дамытуға мүмкіндік береді. Иә, дұрыс айтасыз. Өткен жылы аударыспақтан халықаралық турнир өтті дедік қой. Содан кейін барлық салмақ дәрежесінде абырой болғанда біздің жігіттер жеңімпаз атанды. Және содан кейін сұхбаттасу барысында жігіттермен жарыс қалай болды деп сұрасақ айтады. Біз бұрын жай ғана шыға салатын едік дейді аударыспаққа. Артқа отыра аламыз, беліміз мықты, барамыз, жеңеміз, қайтамыз. Қазір олай келуге болмайды дейді. Өйткені кез келген мемлекеттің жігіттері кез келген уақытта саған қарсы әдіс қолданып кетуі мүмкін деп жатады. Бұл да жаңа сіз айтқан сөзіңіздің дәлелі секілді. Көп мемлекеттерде кейін қанат жайып келе жатыр. Және оған тағы бір дәлел Қадірлі телекөрермен 2016 жылы өткен Қырғызстанда өткен бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарында осы халықтың ең көп көңілінен шыққан спорттың түрі осы аударыспақ. Және осы аударыспаққа ең аз дегенде, мысалы, жеңіл салмақтарда ең аз спортшы қатысты дегеннің өзінде соған 9-10 мемлекеттің спортшылары қатысып жатты. Осының өзі бір үлкен жетістік. Жаңа сіз айтқандай, бұл тек қазақтың ұлттық спорт емес, бұл халықтық спорт десек те болатын шығар. Баршасына бір ортақ атау, бір қазір таңда этноспорт деген кішкене дұрыс атау секілді болып жүр қазір таңда. Әлемде осы жалпы біз атайтын ұлттық спорт түрлеріне қатысты 3 түрлі көзқарас бар. Біріншісі сол ұлттық спорт деп біз атап жүрген тәсіл, ағылшыншасында national sports дейді. Бірақ бұның ішіне мысалы футболыңыз да, баскетболыңыз да кейін бүкіл халықтық болып кеткен спорттың түрлері де кіріп кетеді. Әйтпесе оның басында алғашында ол Англиядан шықты деген сияқты бір түбі бар ғой. Екіншісі мына ЮНЕСКО-ның позициясы бар, олар дәстүрлі спорттар деп атайды. Traditional sports, яғни дәстүрлі спорттар деп атайтын бір сөз бар. Және үшіншісі мына өзіңіз атаған этноспорт дейтін сөз. Шынында да бір халыққа тән, этносқа тән, соның қимыл қозғалысына, тұрмыс салтынан бейімделіп келген спорттың түрлері дейтін анықтамасымен. Жалпы алған кезде енді 3 сөзде ұғымдас бір-бірімен, бірақ осындай бір кішігірім ерекшеліктермен. Сондықтан кімге қалай ыңғайлы солай атаған жөн дейсіз. Қазір енді Өзбекстан азаматы Шохрух Хуррамов 3-1 есебімен алда келе жатқан өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне қазір көріп отырсыздар, Қызыл белбеудегі Лұқпан Оқашев атқа жабысып алған. Және оған ортада төреші Нұрлан Додай ескерту жасап кетті. Аттың мойнына жабысып алған. Қазір үзеңгісінен шығарып жүрсе аяғын дәл осы жеңіске жетеді. Бірақ өзбек балуаны кішкене әдістің жетіспей тұрған көріп отырсыздар. Сәл ғана қаптыр, сәл ғана. Аяғын үзеңгіден шығару ол аса бір қатты қиын шаруа емес негізі. Міне енді ғана жеңіске жетті. Бірақ енді үзеңгіден ұстап, аяғын үзеңгіден шығаруға болмайды. Аяғын кәдімгі ерден асатын болса, онда міне өз үшін шығар. Айтып ауыз жиғанша Лұқпан Оқашев. Ай, шіркін-ай, әйтеуір. Болды, енді төреш тоқтатуға тиісті бұл жерде. Ерден кетіп қалды. Екінші үзеңгіні. Жұртқа қызық көрсетіп тұр ғой деймін, Нұрлан Додай да ортада тұр. Соңына дейін барсын деп. Иә, соңына дейін күресін деп. Ақыры күресті ғой деп. Өте тамаша. Лұқпан Оқашев. Сонау Монғолиямен шектесіп жатқан Ресейдің Алтай өңірінен келіп еді. Ер ауып кетіпті. Өзіңіз көріп отырсыз ғой. Мына өзбек балуанның ер ауып кеткенген бір жанына кетіп қалыпты. Былтырғы көшпенділер ойындарында
біздің жігіттердің қарсыластардың бәрі осылай ерлер алып шығып еді, алаңнан кейін дәл сондай жағдайға қазір өзбек палуан ұшырап отыр. Мұндайда әрине кішкене өзінің бапкерлерінің қателігі бар, өйткені аттың тартпасын жақсылап тартып шығу керек. Қанша дегенмен жұлқылап жатыр, тартып жатыр, сондықтан аттың тартпасының алып кететіні түсінікті жағдай. Қолынан тартады. Қараңыздаршы, аттың мойнынан құшақтап жабысып алса да шығарған. Екі аяғын бірдей үзеңгіден алып тастады. Өте керемет еді расымен де. Нұрлан Додайды соңына дейін күтті ғой, ортада ақтөреші. Сонымен, қадірлі телегөрермен, енді Бекболатұлы Әзірет және оның қарсыласы Шыңғыс Ержанов қызыл белбеуде өнер көрсетуге тиісті. Оның қарсыласы қырғызстандық азамат тиісінше көк белбеуде. Ортадағы төреші Нұрлан Додай. Қапталда біз Жанбатыр Бекмұсаев пен Қанат Ауылбекті көріп отырмыз. Қазақстан бапкері Арман Сағынбаев, Қазақстан. Міне Арман Сағынбаев, қадірлі телегөрермен, айта кетейік, қазір Шыңғыс Ержановтың бапкері, яғни жалпы спорттың тілімен айтқанда секунданты болып шығып тұр, негізгі бапкері емес. Бірақ десек те бұл жігітте Қазақстанның жастар құрамасында болған, қазір ересектер құрамасының ішінде. Осы Арман Сағынбаев 80 келі салмақ дәрежесінде жарысқа қатысуға тиіс болатын. Десек те осы біз жаңа айттық қой, іріктеу кезеңдерді. Сол іріктеу кезеңінде Есімхан Рахматуллаға есе жіберіп чемпионатқа қатыса алмай жатыр. Бәлкім түйе палуандық бәсекеге шығуы мүмкін. Көрермендер ортасында Абылхан Даулбаев ағамызды көріп отырмыз. Иә. Осы ұлттық спорттың үлкен жанкүйері және ардагері, көп еңбек сіңген ағамыз деп айтсақ. Көкпардан КСРО-ның 9 дүркін жеңімпазы. Міне осы Әбілхан ақсақалдар міне өте тамаша. Қазір аттан бірінші кетіп қалды көк белбеудегі палуан. Әйтпесе шабуылды өзі бастаған, өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Нәтижесінде Шыңғыс Ержанов осылайша бірінші болып жеңіске жетіп отыр. Міне көрермендердің арасында біз Сырымыз Осақ пен Біржан Қосалиевті көріп отырмыз. Аударыспақ пен Апайтөс Арыстандар. Өздерінің кезегі келгенше алыстан тамашалайын деген ғой. Иә, әрине. Қолдау көрсетеді, алаңды көреді, үйренеді деген секілді. Әрбір спортшыға керек дүние. Міне Шыңғыс Ержанов осылайша ақтық бәсекеге жолдама алып отыр. Ал енді Әзірет Бекболатұлы, ол Қырғызстандық өкіл, 3-ші орын үшін таласады. Қазір біз қайталап көріністен байқаймыз. Ержан Шыңғыс, міне өздеріңіз көрдіңіздер ғой, ешқандай да мүмкіндік берген жоқ. Аттан бірінші көтеріп алды. Жеңіс осы жерде белгілі болып қойды. Ары қарай жерге құлауы, кім бірінші арқасы дейді, ол маңызды емес. Бір қарағанда қарсыласы жеңген сияқты болып көрініп қалуы мүмкін. Иә. Ереже бойынша. Ерден кім бірінші кетеді, сол жеңіледі. Иә, сол жеңіледі. Енді қадірлі телегөрермен, міне үшінші орын үшін таласатын палуан және ақтық финалда Ержан Шыңғыстың қарсыласын анықтайтын жекпе-жек дәл қазір. Мұхаммад Исхат және оның қарсыласы Шоқруқ Хуррамов. Өзбекстан және Ауғанстан елдерінің өкілдері қазір 70 келі салмақ дәрежесінде. Екінші жартылай финалда өнер көрсетіп тұр. Ортада төреші Нұрлан Додай. Кімнің мерейі үстем болар екен, көрейік. Енді бұл екі мемлекетте де аударыспақ спорты қарқынды дамып кеткен, сондықтан мына палуан жеңіске жетеді деп айта алмаймыз. Екеуінің терезесі тең, сондықтан кім бұл жерде қателік жібереді, сол жеңіліп қалуы мүмкін. Бірақ енді біз бірінші жекпе-жегінде мына Мұхаммадтың қандай айла тәсілдерді қолданған және қандай мықты палуан екенін көрдік. Ал Шоқруқ Хуррамов та Лұқпан Оқашевтың екі аяғын бірдей үзеңгіден шығарып жеңіске жеткенін де білесіздер. Сондықтан бұл өте қызықты жекпе-жек болуға тиісті.
сөзсіз Мұхаммед айтуға болады, өйткені бастау салысымен әдіс жасауға тырысып жатыр. Мамандарды солай айтуға мәжбүрлемесе де мүмкіндік беріп отыр. Міне тағы да әдемі ұстады. Сонымен қазір Мұхаммадқа тағы да төрешінің тарапынан бір ұпай берілді. Ары қарай жалғастыру керек. Міне қазір Мұхаммадтың қарсыласының белбеуіне көз түсіп тұрған көрдіңіздер. Белі өте мықты екен. Қараңыздаршы, белін беріп қойды қарсыласына. Жоқ, қазір аттың мойнынан қапсыра құшақтап шабуылдауға болмайтын. Жіберу керек, иә. Бұл жерде аттың екпіні ғой, адам бірден жібере алмай қалады. Әдейі істеп болмаса ысқырықты естімей қалып жатыр деп ойлауымыз мүмкін, бірақ дегенмен де аттың екпінімен жігіттер ұстаған қолдары қарсатты, сол уақытында жібере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан да осындай жағдайлар орын алады. Оған енді түсінікпен қарау керек. Сонымен екі палуан да бір-бір ұпайдан еншілеген. Және жаңа сөз басында айтқандай, бұл белдесу өте тартысты өтуге тиісті. Бүгін біз қадірлі телекөрермен 60 және осы 70 келі салмақ дәрежесіндегі палуандардың белдесуін назарларыңызға ұсынамыз. Ал ертеңгі көрсетілімде тағы да өздеріңізден бір сағаттан аса уақыт бойы ірі салмақтардағы, яғни 70, 80, 90 келі салмақтағы және 90-нан жоғары салмақ дәрежесіндегі палуандардың бәсекесін назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан аударыспақтың қызығы әлі алда. Есімхан Рахматіллә, Сырым Ізбасаров, Біржан Қосалиев сияқты Оңтүстік Қазақстан облысының осы ұлттық спорт мектебінен шыққан түлектері бақ сынайды. Азия чемпиондары баршасында. Міне қазір Ауғанстанның палуаны мінекей қарсыласын атынан аударып, мойнынан жұлып алғанын көрдіңіздер. Міне осындайда кішкене тәжірибесі аздық екен көрініп тұр мынау. Ауғанстандық палуанның жеңгенімен де қарсыласын бірден кәдімгі өзінің тура қанжығасын алып келді, олайша айтқан кезде бірден жібере салады. Онда жіберген кезде ат тұяғының астында қалып қоюы мүмкін де қарсылас. Қауіпті. Ондай сәтте біздің ережеге сай жеңіп тұрған палуанға қатаң ескерту жасалады. Тіпті кейбір жағдайларда жарыстан шеттетіліп кетуі де мүмкін. Біздің палуандарды байқасаңыздар, дәл осылай көтеріп келгенде ат тоқтамайынша қоймайды палуанды өзінің орнына. Бұл да бір қауіпсіздік шарасы. Бірақ енді бұл жерде ауғанстандық спортшыны түсінуге болады. Өз ел үшін үлкен сенсация. Тұңғыш рет аударыспақтан ауған спортшысы ақтық бәсекеге жолдама алып отыр. Және қандай жолмен дегенсіз, өте керемет, таза жеңіс. Екі қарсыласында атынан жұлып алды. Белі өте мықты екен. Бұл Мұхаммад Исхат Шыңғысқа үлкен қарсылық тудырайын деп отыр дәл қазір. Тегеурінді қарсылық білдіреді. Міне қараңыздар. Кәдім сілкіп жұлып алды. Жұлып алған бойы кәдім қарсыласын тастады. Жерде күресіп жүргендей тастады ғой кәдім. Белі қалай иілгенін көрдіңіздер ғой мына өзбек палуанды. Ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Шіркін ай, қараңыздаршы. Шынымен де Исхат Мұхаммад өте мықты екенін көрсетіп отыр. Осы жарыстар өту барысында бірінші екінші маусым бізде Қазанат ипподромының жанында былтыр экспоның уақытында ашылып 90 күн бойы қала тұрғындары мен қала қонақтары үшін жұмыс істеген этноауыл биыл да есігін ашып жатыр. Сондықтан жазғы уақытта Астана көруге келген, немесе Астананың тұрғындары, балалары, демалысқа шыққан отбасылар барып этноауылды тамашалап көріп, ұлттық спорттың элементтерімен танысып, қазақтың бір дәстүрімен етене жақын танысуға мүмкіндік бар. Соны көрермендерге бір айтып қояйық. Дұрыс, мұндай құлақ қағыс керек. Біз қан жібермейтін халықпыз ғой, сондықтан ат десе делебеміз қозып отырады.
тек осы этноауылда тек қана мұражайлармен болмаса ұлттық дәстүрмен ғана танысу емес, сондықтан сондай-ақ осы Қазан ат шабарында атқа мініп бір мезгіл серуендеуге де мүмкіндік бар, қадірлі телегөрермен. Ал енді 3-ші орын үшін белдесу Бекболат Әзірет, Бекболатұлы өте Әзірет, жылдам аяқталды. Қырғызстан елінің өкілі. Біз этноауылға сіздерді шақырып атқан кезде бұл жігіттер белдесуді аяқтап тастады. Қырғызстан елінің 2 салмақтағы 60 келідегі және 70 келідегі өкілдерде қола жүлдені алып отыр, өздеріңіз көргендей. Сағанбеков Ақыл 60 келі салмақ дәрежесінде 3-ші орын алса, міне қазір Әзірет Бекболатұлы 3-ші орынды алып отыр, 70 келі салмақ дәрежесінде. Құттықтап қойық. Иә, жалпы командалық есепте өте көп көмектесетін жүлделер. Және теңгелеуден қадірлі телегөрермен 3-ші орында болса Қырғызстанның өкілі Амантур Минурұлы иеленген еді кеше ғана. Я биыл біз ұлттық спорт қауымдастығы мына жаңа атаған серіктестеріміз Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры бар, Самұрық Қазына Траст корпоративті қоры бар, сосын министрлік бар, спорт және мәдениет және спорт министрлігі бар. Осы кісілердің қолдауымен, осы ұйымдардың қолдауымен жұлдызды көкпар дейтін жобамыз бар, бұйырса көрермендерге құлақ қағыс болсын. Оның мақсаты осы біздің өнерде, спортта, басқа бір спорттарда жүрген азаматтар бар. Солардың бір қатысуымен бір жұлдызды көкпар жасасақ дейтін ниет бар. Мәселен, бокспен танылған Мұхтархан Ділдәбеков негізі көкпар тартады. Немесе айтыскер ақын Бегар Шойбеков. Оның да көкпарға тікелей қатысы бар. Сол сияқты осындай елдегі азаматтар бар, көптеген. Осылардың басын бір қосып, насихат үшін, көкпар насихат үшін жұлдызды көкпар дейтін жобамыз бар. Көрермендеріміздің есіне сала отырайық. Бұл енді Астана күнінің мерейтойы аясында сол шілденің ортасында болуы жоспарланып отыр. Бұдан бөлек бізді ат үстінде садақ ату, жамбы атудан әлем чемпионатын өткізсек дейтін бір жобамыз бар. Бұл тамыз айының ішінде. Және әдеттегідей енді жыл сайын бір дәстүр болып кеткен Аламан бәйгеміз бар. Алтын батыл бар. Қыркүйектің алғашқы жексенбісі 2-ші қыркүйекке келеді. Соған бір дайындығымыз, жұмысымыз жүріп жатыр қазір. Өте тамаша. Осы ұлттық спорттың маусымы ашылғаннан кейін жыл сайын осындай дүбірлі додалар өтетін өздеріңіз жақсы білесіздер, қадірлі телегөрермен. Сондықтан биыл ат тұяғының дүбірінен тоқтамайды. Астананың топырағы тағы да өткен жылдай. Сондықтан елге осы елорданың жеріне қонақ болып келіп жатсаңыздар, онда сіздер міндетті түрде осы ұлттық спорттың сайыстары күтетінін тағы бір айта кеткіміз келеді. Жаңағы жұлдызды көкпар демекші, дәл қазір екеуміз ақ отырып бір команданы шығаруымызға болады. Мәселен, өзіңіз жаңағы айтқандай Мұхтархан Ділдәбеков бар, сондай-ақ Бейбіт Ыстыбаев, үш дүркін Қазақстан барысы көкпар тартады. Айбек Болат көкпар тартып жүрген палуан. Одан бөлек осы Әбілхан ағамыздың құрметіне қойылған Әбілхан есімді боксшы азамат бар, осы Жамбыл облысы Жол ауданынан шыққан. Биыл әлем чемпионатында жүлдегер атанды бокстан. Шыңғыс Ержанов, қадірлі телегөрермен. Сайыс. Бұл жерде ердің басынан ұстап алған, қарсыласы. Опа! Қазақ атаңа жасағаның алдыңа келеді деуші еді. Шыңғыс Ержанов 70 келі салмақта Азия чемпион атанды. Шыңғыс Ержанов көрдіңіздер ғой, жаңа ғана Исхат Мұхаммад өзбекстандық Шоқрухты дәл осылай атынан бірден жұлып тастай салып еді. Бұл жерде енді Шыңғыс тастайым деп тастаған жоқ, қолынан шығып кетті расымен де. Епедейсіз құлады қарсыласы. Шыңғыс Ержанов осылайша ел қоржынына 2-ші алтынды әкеп салды. Азия чемпионы атағына ауған спортшы күміс жүлдеде аз жүлде емес, жаңа өзіңіз атаған сияқты. Бірінші рет бұндай аударыспақтан Азия чемпионатында 2-ші орын күміс жүлдеге ие болып отыр. Өте тамаша. Қадірлі телегөрермен, осылайша біз бүгінгі көрсетілімізді аяқтауға жақынбыз. Азамат Серғазин әуелі 60 келіде
Қазақстан құрамасының қоржынына алтын жүлде салса, міне Шыңғыс Ержанов екінші алтынмен қуанып жатыр. Ертең біз Есімхан Рахматіллә, Сырымыз Басаров және Біржан Қосалиевтерден дәл осындай жеңісті жекпе-жектерді күтетімізді жасырмаймыз. Аударыспақ спортының екінші бөлігінде өздеріңізбен амандық болса қайта қауышамыз. Ал дәл бүгін біздің студиямызда өздеріңізге дәл осы спорттың және ұлттық спорт қауымдастығының алдағы жоспарларымен бөліскен Қазақстан Республикасы ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры Рахат Жақсыбай мырза біздің студиямызға келіп сырлы сұхбат бергеніңіз үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Көп рахмет. Қадірлі телекөрермен, жеңісті күндерде жолыққанша дейміз. Аман сау болыңыздар.